Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Динара. Бүгін сіздермен торт медовик рецептісімен бөлісетін боламын. Рецепт ұнап жатса міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруға ұмытпаңыздар достар. Ал енді кеттік достар. Енді біз медовиктің корждарын жасайық. Ең алдымен біз қантымызды саламыз. Балымызды саламыз. Және де сары майымызды салып, водяная баняда қанты ерігенше барлығын ерітетін боламыз. Міне қантымыз еріді. Енді водяная банядан алып тастап, үстіне содамызды саламыз. Соданы былай да салуға болады, және де лимонның шырынымен гасить етіп салсаңыздар да болады. Мен лимон шырынымен гасить етіп салдым. Енді барлығын араластыратын боламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Міне содамызды араластырдық. Енді жұмыртқамызды ақырын-ақырын салып араластыратын боламыз. Жұмыртқамызды кесеге құйып, бірінші жақсылап араластырып алайық. Одан соң смесімізге құйып, аз-аздан құйып араластыратын боламыз. Өйткені тестамыз ыстық қой, сол үшін аз-аздап саламыз. Енді ұнымызды бөліп салатын боламыз. Тестамыз өте липкий болады. Көп ұн салмаңыздар. Осы берілген ұнды ғана саламыз. Тестамызды міне жақсылап елеп дайындап алдық. Енді осы тестамызды 8 бөлікке бөлетін боламыз. 110 граммнан, каждый тесто 110 граммнан болатын болады. Егерде таразыларыңыз болса, тесталарыңыздың каждыйын 110 граммнан бөліп өлшеп алсаңыздар болады. Егерде таразы болмаса, көз мөлшерлеріңізбен бөліп алыңыздар, барлығын бірдей қылып. Міне біз барлығын 110 граммнан бөліп алдық. Енді осы тестамызды пергаментті бумаганың үстіне ұн салып, жайып алатын боламыз. Енді 22 сантиметрлік формамен кесіп аламыз. Шет-шетіндегі нелерді ол посыпкаға қолданатын боламыз. Тестамыздың үстін вилкамен тесіп шығыңыздар. Өйткені тесто көтеріліп кетеді. Не противенға салып, 160 градусте 7-10 минут каждый коржды пісірамыз. Мінекей корждарымыздың барлығын пісіріп дайындап алдық. 8 корж шықты бізде. Енді кремін дайындайтын боламыз. Креміне бізге сливки, сахарная пудра, сгущенка, сапасы жақсы және де 20% сметана қажет болады. Қазір енді біз миксермен сливкиімізді, сахарная пудрамызды салып, сливкиімізді араластырып алатын боламыз. Міне сливкиіміз дайын болды. Міне осылай өз көлемін ұстағанша араластыратын боламыз. Міне көрдіңіздер ме? Енді осының үстіне біз қаймағымызбен сгущенкамызды салып араластырамыз. Бұл кремнің аты
пломбир деп аталады. Өте дәмді крем. Осы креммен медовикті жасасаңыздар, өте дәмді болып шығады. Енді жақсылап барлығын біркелкі болғанша араластырып шығатын боламыз. Міне біздің креміміз дайын, пломбир креміміз дайын болды. Енді тортты жинайық. Торттың астына біраз крем жағамыз, корждарымыз ровно тұру үшін. Енді кажды коржымызға кремді аямай салып, тортымызды жинап шығатын боламыз. Кремді көбірек салсаңыздар, тортымыз дәмді болып шығады. Бұл тортты сіздер заказ жасайтын қыздар, заказға да істеп сатуларыңызға болады. Дәмі өте керемет, натуральный продукттан жасалған қаймақ, сгущенка және сливки натуральный. Дәмі өте керемет болып шығады. Бұны заказға жасасаңыздар да болады. Тортымыздың барлығын коржымызды жинап алдық. Енді қалған креммен сыртын әдемілеп шығатын боламыз. Қалған кремді осы сыртына жағамыз. Шпательдің көмегімен барлығын сыртына кремді равномерно жап шығатын боламыз. Рецепт сондай қиын деп ойламаймын. Жасап көріңіздер. Даже тортты бірінші рет жасап тұрған қыздардың өздері бұл тортты жасай алады деген ойдамын. Өте оңай рецепт. Міне қалған кремнің барлығын жағып шықтық. Енді осы шпательдің көмегімен барлығын түзулеп шығатын боламыз. Дәмі енді керемет болып шығады деп мен сіздерге кепілдік бере аламын. Өйткені өзім постоянно осы рецептпен бала шағыма жасап берем. Міне болды, тортымызды жинадық. Енді бағана қалған шетіндегі қиықтармен біз посыпка жасадық. Барлығын жақсылап езіп алдық. Енді ситаның көмегімен бетіне сеуіп шығатын боламыз. Ситаның көмегімен сепсеңіздер өте әдемі болып шығады. Крошкалары ұсақ-ұсақ болып шығатын болады. Оқтаумен де езуге болады бұл крошканы және де.
Блендер болса, блендермен езіп алыңыздар. Міне осындай тәсілмен сепсеңіздер өте әдемі болып шығады. Крошкамыз ұсақ-ұсақ болып себіледі. Енді қалғанын шетіне жағып шығатын боламыз. Қолымыздың көмегімен осылай жағып шығыңыздар. Міне біздің тортымыз дайын. Посыпканың барлығын жан-жағына жағып алдық. Тортымыз дайын. Енді тоңазытқышқа 1 күнге салып қойсаңыздар болады. Мінекей достар, біздің медовигіміз дайын. Өте нәзік, жұп-жұмсақ болып шығады. Егер де сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазуға ұмытпаңыздар достар.